Естімей тұрсыз? Естіліп тұрмын ғой мен. Асқар мырза? Мен естіп тұрсыз ғой. Сәлеметсіз бе? Мен сізді естіп тұрмын. Қазір Асқар Азаматұлы тексеріп жіберсін наушнигін. 1-2 минут. Нарсенбайна, саламатсыз ба? Қазір 1 минут тағы. Асқар мырза, қазір эфирге менің әріптестерім де қосылады. Мен ол кісілерге де айттым. Егер де мысалы эфир барысында бір кісілердің сұрақтары болса, астында чатқа жазғанда бұл кісілер жауап беріп отырады. Аңғайлық болсын деген мақсатта жасадым. Керемет, рахмет. Қазір 1 минутта бастайтын боламыз. Рұқсат болса, қазір бізде жиналып жатыр. Бүгін демалыс күні болып, кеш болғандықтан кішкене. Оны тұрған шенке жоқ, мен күте алам, тағы 5-10 минут десеңіздерде ешқандай қиыншылық жоқ. Жоқ, 1-2 минутта бастайық. Енді қалған қатысушыларымыз ұзақ күтіп қалды. Сондықтан қазір бір нақты 6-10-да бастайық. Сізде енді уақыт кішкене өзгеріп қой, 2 минутта бастаймыз. Жақсы. Бізде таңғы 8. Таңғы 8-терде, иә? Қайырлы таң Жанар сізге апай енді. маған таңғы 5-те телефон шалды ғой. Сен білесің ба, бүгін эфир болады деп. Атып тұрғансың ғой ұйқыдан. Кім звондап отыр деп. Сіз сонда жұмыс істейсіз ғой, жауап бересіз ғой? Иә, мен негізі маркетинг департамент директоры болып табыламын. Қазір сізбен танысатын боламыз. Өзіңіз жайлы қысқаша айтып өтесіз қатысушыларымызға. Бірақ негізі кішкене анықтама беріп өтем сіз жайлы. Ясмин, да, эфир сохраняется, поэтому можете быть уверены в этом.
Аскар Мырза, скорее всего, отправит вам ссылку. Сіз компьютерға ма, облакаға сақтап жатсыз ба, Аскер? Еще раз добрый день, участники. По поводу эфир мы обязательно вот уже записываем. Потом эфир мы разместим у нас на канале, на YouTube. Все участники, те, кто зарегистрировались, мы всем отправим по номеру телефона, который вы оставляли. Поэтому не беспокойтесь. Ал енді рұқсат болса бастай берейік. Қалған қатысушыларымыз, кешіккен қатысушыларымыз сақталған эфирді YouTube каналдан көретін боласыздар. Уважаемые участники, если у вас есть, получается, друзья, которые по каким-то причинам, да, обстоятельствам не смогли зайти сейчас на нашу онлайн-встречу, обязательно, пожалуйста, передайте то, что мы эфир этот сохраним, разместим у нас на канале YouTube. Потом у них будет возможность это пересмотреть, и если будут вопросы, написать уже в дальнейшем либо нам, либо Диасу, да, если будут, ну, то есть, да. Вот. Қайырлы күн тағы да барлық бүгінгі кездесу қатысушылары. Менің есімім Асқар болады. Халықаралық білім беру корпорациясының маркетинг департаментінің директоры болып табыламын. Демалыс уақытына қарамастан уақыттарыңызды бөліп, осы кешкі уақытта да демалыс күні уақыттарыңыз бөліп қатысып жатқандарыңызға, Диас мырзаға сізге біріншіден рахметімізді айтамыз. Бүгінгі кездесуіміз Visa Travel Consulting Center компаниясының негізін қалаушысы, болашақ бағдарламасының түлегі, Америкадағы студенттер альянсын алғаш құрып басқарған азамат Диас Жорабеков мырзамен өтетін болады. Диас мырза математика білім беру бағдарламасы бойынша Purdue университетінің бакалавриат түлегі, білім бағытындағы менеджмент бағыты бойынша Бостон университетінің магистратурасын тамамдаған. Енді бұл кездесуімізде бізде кімдер қатысып жатыр? Халықаралық білім беру корпорациясының оқытушылары бар, жұмысшылары да бар, студенттері, биылғы жылғы түлектері, магистранттары, докторанттары және болашақ студенттеріміз, яғни осы жылғы түлектер, мектеп түлектері, біздің талапкерлеріміз қатысып жатыр. Негізгі бүгінгі онлайн кездесуіміздің тақырыбы болашақ бағдарламасы бойынша ақш-та білім алу. Құрметті қатысушылар, егер де сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды мына чат бар бізде, комментарий ретінде қалдырсаңыздар болады. Сұрақтарға міндетті түрде жауаптар қайталатын болады. Жаңа Диас мырза айтып өтті ғой, жаңағы компания өкілдері сіздер қойған сұрақтарға комментарий ретінде жауап қайтарып отыратын болады. Негізгі сұрақтарға біз жинап кездесу соңында жаңағы сұрақ-жауап сессиясы кезінде жауап беретін боламыз. Сондықтан мұқият тыңдауларыңызды сұраймыз. Добрый день еще раз, участники. Мы всех рады видеть, несмотря на то, что сегодня субботний такой вечер, да, у нас в Казахстане, у Диаса получается сейчас утро, такое субботнее, доброе утро, даже воскресное, да, я немножко путаюсь сейчас уже по времени. Вот у нас только начинается. Да, вот, субботнее утро, у нас субботний вечер, прямое включение, онлайн-встреча. Диас будет делиться своими, получается, своим опытом личным, своими знаниями. Диас является выпускником программы «Болашак», обучался по программе «Болашак» в Purdue University по образовательной программе «Математика». Кстати, вы являетесь... Я ваш коллега, тоже заканчивал математику, но у нас в Казахстане. Вот, очень рад. Уважаемые участники, если будут вопросы,
прошу всех написать в чат. На все вопросы мы обязательно ответим. Есть, получается, представители компании Visa Travel Consulting Center. Они будут отвечать на все вопросы, а вот на самые-самые актуальные, самые-самые такие каверзные вопросы, так скажем, да, будем отвечать на сессии вопросов и ответов, поэтому просим всех писать в чат. Прямой эфир, еще раз хочу повториться, будет сохранен, и обязательно мы это разместим у нас на канале YouTube. Поэтому можете это передать своим друзьям, которые не смогли посетить сегодняшнюю онлайн-встречу. Мырза, енді өзіңізге сөз. Жақсы, үлкен рахмет, Асқар мырза. Мен барлықтарыңызды көріп жатқаныма, мына жерде 48 қатысушы отыр екен. Қуаныштымын. Есімім, толық аты жөнім Жорабеков Диас Мұратұлы, әкем аты Мұрат. Негізі Тараз қаласында туып өскем. Негізгі Қазақстанда тұратын қалам бұл Алматы. Алматыда тұрып жатырмын, біраз уақыт болды. Бірақ дәл қазір Бостон қаласында тұрамын, өйткені осы жақта Бостон университетінде магистратураны әлі оқып жатырмын. Жарты жылым қалды, енді соңғы семестрім, сосын бітірем бұйырса. Негізгі бүгінгі тақырыбымыз болашақ бағдарламасына оқуға түсу болады. Бұл жерде магистратура, тағылымдама немесе стажировка, осы екі түрлі бағдарлама бойынша Америкаға болашақ бағдарламасы арқылы келем, немесе Европаға барам деуші адамдар болатын болса, сол кісілерге біздің компанияның қызметтерін ұсыну негізгі мақсатымыз. Сол себепті бұл эфирді мұқият тыңдаңыздар, сіздерге пайдалы ақпараттар болады. Қысқа нұсқа айта кетсем, Асқар мырза айтқандай, мен болашақ стипендиясын 2 мәрте жеңіп алғам. Біріншісі 2009 жылы Пурдю университетінде оқыдым. Алғашқыда Аризонада тілдік курстар оқыдым, одан кейін Индиана штатында Пурдю университетінде бакалавр мамандығын математика бойынша алып шықтым. 4 жыл оқып, 2014-те бітіріп, Қазақстанға келіп еңбек өтілімді атқарып бітіріп, одан кейін магистратураға 2021 жылдың күзінен бастап Бостон университетіне келдім. Бұл жердегі менің оқып жатқан мамандығым білім саласындағы басқару саласы болып саналады, яғни educational leadership, ағылшын тілінде айтқанда. Негізі бұл эфирде айтқым келетін нәрсе, болашақ бағдарламасына оқуға түсу деген кезде көп адамның ойына келетін біраз сұрақтар бар. Негізгі сұрақ бұл, менің үйімді залогқа қоюым керек, алып қояды ма, немесе болашаққа түсу үшін жаңағындай қосымша бір жұмыс жасауым керексің ба, ертең ақшасын қайтарып беру керек па деген сияқты сұрақтар болып жатады. Енді бұл білместіктен қойылатын сұрақтар, солардың жауаптарын қысқа нұсқа беретін болам. Орысша айтайын ба? Мына жерде қазақша түсінбейтін кісілер де отыр ғой, деймін, түсінгенім бойынша. Бізде негізі екі тілде аудитория, қазақша, орысша. Орысша айтайын. Дорогие участники, всех вас приветствую. Меня зовут Диас Жорабеков. Как я на казахском языке озвучивал, я уже дважды выиграл стипендию «Болашак» и знаю всю подноготную этой стипендии, что нужно делать, как нужно делать. И на данном этапе я сейчас учусь по программе магистратуры в Бостонском университете по специальности управления в сфере образования. Сегодняшний эфир предназначен для того, чтобы дать вам развернутую информацию о том, как надо поступать по «Болашаку», что нужно знать и как моя компания поможет вам в этом деле. Компания моя называется Visa Travel Consulting Center. Мы последние 2 года уже работаем в этой сфере, помогаем ребятам поступать. Результаты нашей компании, если вкратце рассказать, в прошлом году 60 наших стипендиатов, точнее участников, выиграли стипендию «Болашак». В совокупности это составляет около $12 миллионов. То есть на каждого студента в среднем выделяется от 100 до 120-150 тысяч долларов, в зависимости от того, в какой университет человек поступил. А если в совокупности посчитать, это около $12 миллионов стипендий, которые наши студенты выиграли за прошлый год. Это в прошлом году у нас подавало около 70 с лишним человек, из них вот 60 выиграли стипендию. Это показывает очень высокий результат, потому что там есть свои нюансы по сдаче документов «Болашак», есть много бюрократических моментов. Мы эти все моменты обходим разными путями, так, чтобы было, во-первых, правильно, во-вторых, быстрее, и, в-третьих, качественно сдать все необходимые экзамены, которые «Болашак» требует от участников. Вот эти все моменты мы консультируем. Наша компания – консалтинговая компания.
первую очередь, поэтому мы работаем в этом направлении для того, чтобы помочь участникам выиграть стипендию должным образом. Например, буквально неделю назад, или я в пределах этого периода, я разговаривал с представителем университета Сулейман Демирель. Я этого человека давно знаю, он преподаватель, работает преподавателем в этом университете. Он говорит, в прошлом году около 45 человек, сотрудников Сулейман Демиреля, подавали документы по Болошаку на программу стажировки. Из 45 человек всего лишь 20 человек получили стипендию. 25 человек, они просто не смогли пройти этап, так сказать, экзамена. Я спросил у него, почему так произошло. Он говорит, ну, там было много моментов, включая внутренние экзамены Болошака. То есть наши люди не были готовы к этому тесту и не знали, как надо готовиться. И проводим параллель с тем, что в прошлом году мы готовили ребят к магистратуре. Магистратура – это сложнее, чем стажировка. Несмотря на это, из 70 с лишним человек выиграли 60 человек стипендий. Это достаточно высокий результат. И я говорю нашему преподавателю Сулейман Демиреля, давайте в этом году мы тем же ребятам, которые в прошлом году подавали документы, поможем получить стипендию Болошак, то есть подать документы, все этапы пройти как бы должным образом, и, скорее всего, они получат стипендию, потому что мы знаем, какие требования у Болошака, как надо отвечать на их вопросы, что нужно знать при подаче документов. Вот эти моменты наша команда быстро-быстро реагируя, решает за человека, который является нашим клиентом. Поэтому одна из основных причин, по которой эту встречу мы сейчас назначили, это то, что для того, чтобы дать вам прям развернутый ответ на то, что мы можем сделать и как мы можем помочь на данном этапе. У разных людей разные кейсы. Кто-то закончил университет, кто-то только заканчивает университет. А среди наших кейсов есть люди, которые, закончив только 4-й курс, сразу же выиграли стипендию. Есть, например, девушка, ее зовут Акмарал. Она учится в Бостонском университете. Первый семестр она приехала зимой, в январе мы встретили ее здесь. И она вот первый семестр закончила, уехала. Помните январские события? Результаты Болошака, список стипендиатов вышли в конце декабря, после 20 числа. Несмотря на это, мы быстро сделали ей документы, успели сделать визу. В момент, когда она собиралась вылететь из Казахстана, произошли январские события. Благо, что она за день до этого, либо обходным путем через Узбекистан, что ли, она смогла вылететь из Казахстана и прилететь в Америку. И здесь мы ей помогли дальше с нахождением квартиры и тому подобное. Благополучно закончила первый семестр, сейчас вернулась домой, сейчас в Алмате, в Казахстане, рядом с родителями отдыхает. То есть неважно, ты закончил 4-й курс, неважно, ты имеешь опыт, не имеешь опыта, есть все возможности получения стипендии. Самое главное, чтобы у тебя была качественная подготовка, и ты знал, как к чему готовиться. Поэтому я приготовил слайды, правда, эти слайды на казахском языке. Бола беретін я қазақша айта берсем, пусть берсем. Я менің ойымша болады. Yeah. Сұрақтар болса, қазір бірден жазып өтетін болады чатқа. Иә, сұрақтар болса, микрофондарын бір қосып сұрай боламын дейсе, мен бір 2-3 минут жауап берейін де, ары қарай слайдқа өте берсем болады меніңше. Онда қазір түскен сұрақтарға жауаптар алсақ, мында бір сұрақ келіпті. Здравствуйте, если пришло приглашение из Американского университета, но он не из списка Болошак, при таких условиях можно ли будет участвовать? Дидар, дайте, пожалуйста, ответ. Какой университет, какая специальность? Все зависит от этого. Потому что Болошак дает возможность некоторым университетам, некоторым факультетам. Все зависит от того, какой статус у университета, либо у колледжа, да, куда поступаете. И есть специальная комиссия, которая отдельно рассматривает вашу кандидатуру, то есть ваш университет, вашу специальность, вашу кандидатуру, и потом уже принимает решение. Но желательно рекомендуется получить приглашение из университетов, которые являются в списке Болошака. Вы напишите, пожалуйста, какой университет у вас, посмотрим. Еще один вопрос здесь по поводу Асель Тимирбаева задала. После колледжа можно поступить? Ну, Болошак настоятельно
требует так, чтобы у человека была степень бакалавра. И поэтому без диплома бакалавра вы не можете подавать на магистратуру. Это не только Болашак требует, это и университет зарубежный требует такие документы. Поэтому там очень важный момент. Моментом важным является именно предоставление таких документов. Поэтому после колледжа вы поступить не сможете. Но я рекомендую после колледжа подавать на бакалавр по разным другим программам, если у вас хороший уровень английского. Приглашение из New York Institute of Technology, дали еще стипендию $3000. Ну, New York Institute of Technology, я не знаю, у них он в рейтинге какой. Стипендию дали $3000, но эти $3000 входят на покрытие 248 по миру. Окей. Если эти $3000 покрывает только расходы на tuition, то есть вашу ежегодную оплату, то это очень мизерная сумма. Если это stipend, то есть стипендия, которая дается ежемесячно, то это отдельный вопрос. Оскар Роза, здравствуйте, покрывает ли стипендия все расходы, перелеты, проживание, питание? Здесь очень важный момент. Среди стипендиатов много ребят, которые на магистратуру поступают и приезжают с семьями. Немаловажный момент, Болашак покрывает расходы непосредственно стипендиата, то есть Болашак дает вам стипендию ежемесячную. Помимо этого, Болашак дает возможность, так, секунду, давайте так сделаем. Болашак дает возможность, то есть оплачивает ваши расходы на перелет, оплачивает ваше медицинское страхование ваше, потом дает ежемесячную стипендию в зависимости от того, допустим, в случае с Америкой, в какой штат вы едете, в каком городе будете проживать, в зависимости от этого ваша стипендия варьируется от $1500 до $2000. В эту сумму, то есть эта сумма дается для того, чтобы вы покрыли расходы на жилье и на питание. То есть дополнительно, кроме этого, ничего не оплачивается. Но человек, который, допустим, без семьи приезжает, ему спокойно хватает этой суммы, поэтому, в принципе, этого достаточно. А если вы уже с семьями приезжаете, нужно иметь дополнительные средства, чтобы покрывать ваши расходы на семью. То есть вы оплачиваете дорогу своей семье, визовые вопросы будете закрывать, тому подобное. А для стипендиата все расходы, включая их визу, включая медстраховку, включая стипендию ежемесячную, включая учебу, за книги тоже дается в начале каждого семестра определенная сумма денег, около $600. Поэтому это очень хорошо для человека, у которого нету семьи рядом. Если семья есть, то нужно иметь дополнительные средства. Вот это разница. Также перелеты, да, кажется, туда и обратно. Да, перелет тоже включается в расход. Ага. Здесь вопрос еще, вот, дополнение. Еще проблемы с казахским языком Дидар дополняет. Насколько велики шансы без его должного знания? Ну, Дидар, Болашак сейчас требует сдачу КАЗ-теста. Это тест по казахскому языку, который вы должны будете сдать в Астане. У них есть определенный офис на левом берегу. И вы должны будете поехать туда и сдать тесты там. То есть вы там должны пройти уровень минимум B1. То есть это pre-intermediate level. Если вы сможете пройти, то только тогда с этим сертификатом можете подать документы в Болашак. Если у вас нет такого сертификата, то, к сожалению, Болашак не даст вам возможность подать документы. С вашего позволения, у вас вроде была презентация. Давайте презентацию включим. Мне кажется, есть ответы на те вопросы, которые вот ребята задают. В принципе, по дедлайнам, да, сдачи документов, по вот этим вот, какие расходы покрывают. Мне кажется, все это есть у вас на слайде, то есть ответы. Ребята, если после презентации будут вопросы, пожалуйста, пишите в чат, будем дополнительно отвечать. Гүлбану ханым, сіз осында отырсыз ба? Осында отырсаңыз, чатқа плюс қойсаңыз, елдердің чатқа жазған сұрақтарына жауап беріп отырсаңыз. Гүлбану ханым, это моя коллега, Гүлбану Даниярова, сидит она онлайн. Молодец. Да, Гүлбану ханым, сіз сұрақтарға жауап бере қойыңыз. Окей?
Болашақ бағдарламасымен магистратураға және тағылымдамаға бару жолдары деп мен жасадым. Бұл слайдтарымызды. Бүгін біз сіздерге магистратураға түсу жолдары және кім бара алады, тағылымдама бойынша мүмкіндіктер және қалай тіркелем. Осындай қысқа нұсқа қылып жасадым. Магистратураға түсу үшін сіздің қадамдарыңыз қандай болу керек? Достар, магистратураға түсу үшін бірінші кезекте сіздің ағылшын тілі тестіңіз болу керек. Ағылшын тілі тестіңіздің нәтижесі, бұл жерде Duolingo дейтін тест бар. Бұл IELTS сияқты тест, бірақ үйден отырып тапсырасыздар. Онлайн форматта. Бұл тест IELTS-қа қарағанда әлдеқайда оңай тест. Тапсырам деуші адамдар болатын болса, Duolingo тестіне дайындайтын арнайы курстар бар бізде. Біз өзімізге келген оқушылардың барлықтарын дайындаймыз солай курстарда. Онлайн форматта аптасына 3 мәрте 1,5 сағаттан отырып дайындаласыздар. Duolingo тестінен дайындалып, бұл жерде пробный тесттер тегін. Егерде уақыттарыңыз болса, мен қазір сайтын жазам, мына чатқа. Осы сайтқа кіріңіздерде, міндетті түрде компьютермен кіріп тапсыру керек болады. Duolingo englishtest.com. Осы сайтқа кіресіздер, сол жерге кіріп Duolingo тестінен пробный тест тапсырып, нәтижелеріңізді қараңыздар. Қаласаңыздар, біздің менеджерлерге жіберіп, сол бойынша сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады, ары қарай сіздерге көмектесе алады. Так. Duolingo English тест емтиханынан кемінде 110 балл жинайтын жағдайыңыз болса, сертификатыңыз қолыңызда болса, біз сол сертификаттың негізінде сіздің құжаттарыңызды университеттерге тапсырып, шақыртуыңызды алып береміз. Университеттен шақырту алатын кезде мамандық таңдау, университет таңдау жұмыстары ол біздің жауапкершілігімізде, сізге түсіндіріп айтып беріледі, барлық нәрсе бірге отырып таңдайсыз. Сосын барып сіздің құжаттарыңызды университетке дайындауымыз керек болады. Ол жерде сізден эссе талап етіледі, рекомендациялық хат талап етіледі. Сіз өз тарапыңыздан жазасыз, біз ары қарай көмектесеміз оны университеттің деңгейінде. Сөйтіп шақыртуыңыз шамамен 1 ай уақытында келеді. Әр университет әрқандай, бірақ шамалап 1 айда келіп жатады шақыртуларымыз. Бұл жерде Duolingo тестінде максимум 160 балл, сол жерден 110-нан асырсаңыз жеткілікті. Бұл IELTS-тың 7 балл жинағанымен тең болады. 6,5-7 балл жинағанымен тең болады. Егер IELTS тапсырам дейтін жағдайыңыз болса, бұл жерде 6,5 балдан кем болмау керек, 9 балл максимум болса, 9-ға дейінгі аралықта қаншалықты балл жинасаңыз, біз сол деңгей бойынша сіздің құжаттарыңызды тапсырамыз. TOEFL емтиханы бар. Бұл TOEFL-ды мен жазған жоқ, себебі барлық университет қабылдай бермейді екен. Сол себепті IELTS пен Duolingo негізі өтіп жатыр көп жерде. IELTS тапсырғанда 6,5 балл жинайтын болсаңыз да, бірақ IELTS-та білесіздер 4 түрлі бөлім тексеріледі: тыңдалым, оқылым, жазылым, одан кейін сөйлеу қабілетіңіз тексереді. Осылардың әрқайсысынан кемінде 6 балл болуы шарт. Яғни университеттер солай талап етеді. Осы нәрсені жақсылап білесіз, Duolingo тестіне дайындаласыз, біз сізге көмектесеміз. Бұл тесттің біздің қолымызда бүкіл базасы бар сұрақтарының, практика жасайтын платформалар береміз сізге, сол жерден жұмыс жасап, 2 ай бойы дайындаласыз. Duolingo тестін аман-есен тапсырып біткеннен соң біз сіздің құжаттарыңызды университетке дайындаймыз. Екінші нәрсе, университеттен шақырту алу. Университеттен шақырту алатын кезде біз болашақтың сайты бар, bolashaq.gov.kz. Сол сайттан университеттердің тізімін қарап, мамандықтардың тізімін қарап, сол мамандық пен университеттің тізімі бойынша сізге сол университеттерден шақырту алып береміз де, сол шақыртудың негізінде болашақтың сайтында сіз құжаттарыңызды тапсырып өткізесіз. Үшінші этап бар, бұл қазтест емтиханы қазақ тілінен B1 деңгейінен жоғары деңгейде болу керек сіздің біліміңіз. Соны ақтап шығасыз, тестін тапсырасыз. Ол тест Астана қаласында тапсырылады. Кейбір жағдайда, әсіресе мына жаз кезінде науқан болып жатады. Қазақстанның магистратурасына, докторантурасына тапсыратын кездер бар. Болашаққа тапсырушылар бар. Солар үшін выездной тесттер болады. Кей кезде қала-қала аралап жүріп алады емтиханды қазтесттің мамандары. Сол уақытта, мысалы, Алматыға келіп тест алып жатқанда, сол жерден тапсырып қалсаңыздар болады. Бұл тесттің сертификаты сізге 3 жылға жарамды, бір рет тапсырып қоятын болсаңыз, ұзақ мерзімге жарай береді. Айтпақшы, мынау Duolingo тестінің де нәтижесі, IELTS тестінің де нәтижесі 2 жылға жарамды нәтиже. Сол себепті кім сіздің араңызда мына жерде отырған адамдар болса, 3-ші курс оқып жатқан, 4-ші курс оқып жатқан кісілер болса, тапсыра беріңіздер емтиханды. Бұл емтиханның нәтижелері сізге 2 жылға жарамды университеттен шақырту алатын кезде қолдана береміз. Одан кейін университеттен шақыртуыңыз қолыңызда бар, қазтест емтихан нәтижесі бар болатын болса, eGov сайтына біз сіздің атыңыздан болашаққа құжаттарыңызды өткізіп
заявка береміз, былайша айтқанда. Сол заявкадан өткен адамдардың барлықтары болашақтың ішкі емтихандарына қатысады, 5-ші этап. Бұл ішкі емтихандары 4 емтиханнан тұрады, достар, біліп алыңыздар. Бірінші емтихан бұл математикадан тапсырасыз емтихан, екінші емтихан вербальный тест, бұл жерде сіздің логикаңызды тексеретін сұрақтар бар. Үшінші сізде психологиялық тест болады. Төртінші этап бар, бұл жерде комиссия мүшелеріменен независимый экспертная комиссия дейді, тәуелсіз эксперттік комиссияның алдында сіздер өзіңіздің кандидатураңызды қорғайсыздар. Алтыншы этап бар, егерде болашақтың сол бүкіл емтихандарынан өтетін болсаңыздар, болашақтың сайтында жарияланады. Мысалы, мына адам өтті, мына адам өткен жоқ деп. Солай тізім жарияланғанда сіз стипендиат атанатын жағдайыңыз болатын болса, онда сізге грант беріледі. Яғни грант берілгеннен кейін сіз болашақпен келісімшарт жасасу керексіз. Келісімшартыңызды аман-есен жасасып біткеннен соң біз ары қарай сізге визалық құжаттарыңызбен көмектесеміз. Яғни виза алу жағынан жәрдем ететін боламыз. Визаңызды алғаннан кейін аман-есен Америка ма, Европа ма, қай елге түсіп жатсаңыз, келіп оқуыңызды бастап кете аласыз. Түсіндік, бұл жердің барлығын. Орысша түсіндірейін ба, Асқар мырза? Міндетті түрде деп ойлаймын, себебі бізде орыс аудиториясында бар, орыс тілді аудиторияда. Хорошо, дорогие зрители, давайте я вам на русском языке тоже вкратце объясню. Тут я описал 6 этапов, основных этапов, через которые должен пройти каждый человек, который подает документы в Болашак. Первый момент – это сдача международного теста Duolingo либо IELTS. По результатам этих тестов вы, в зависимости от этих результатов, вы можете сдать документы в университеты и получить безусловное приглашение от университета. Что такое безусловное приглашение? Это то, что университет не ставит вам определенные условия для того, чтобы вы могли начать учебу. Некоторые люди бывают, у которых результаты послабее, а этим людям университет дает определенные условия. То есть говорит, вот ты должен пройти определенный курс, после этого вы можете начать степень магистратуры, то есть учиться, заходить в классы и тому подобное. Таких приглашений Болашак не принимает. Необходимо, чтобы человек имел безусловное приглашение на руках. Поэтому для того, чтобы получить безусловное приглашение, необходимо сдать тест Duolingo. Этот тест дается дома. Результаты выходят в течение всего лишь 2 дней. Не надо никуда ехать. Стоит он всего лишь $49. Намного, в 3 раза, я бы сказал, дешевле, чем IELTS. И по уровню сложности он в 3 раза легче, чем IELTS сдается. Поэтому я настоятельно рекомендую сдать тест Duolingo. На наш чат я отправил сайт этого экзамена. Вы зайдите на этот сайт, он открывается через Google Chrome, и только на компьютере можно сдать пробный тест, который длится в течение 15-20 минут. Вы можете сдать и потом получить примерный ваш уровень, результат ваш посмотреть. Я настоятельно рекомендую, посмотрите, какой ваш уровень. В зависимости от вашего уровня мы дальше поможем вам подготовиться к тесту Duolingo. У нас есть курсы, которые подразумевают подготовку к Duolingo. Этот курс длится в течение 2 месяцев. Мы готовим ребят. Наши ребята в основном после окончания 2 месяцев, даже до окончания 2 месяцев, они уже сдают тесты и делают результаты. Как только вы получаете результаты, мы дальше занимаемся подачей документов в университет. Университет зачастую выбирается из списка сайта Болашак, то есть bolashak.gov.kz. Мы помогаем с выбором университета, помогаем с выбором специальности и дальше уже подаем документы в университет. При подаче документов вам необходимо будет написать эссе, рекомендательные письма достать от ваших кураторов, либо преподавателей или работодателей, с которыми у вас был какой-то контакт. Мы подскажем по всем этим вопросам, что нужно сделать, а дальше дальше помогаем с исправлением определенных ошибок, если есть как таковые ошибки в написании вашего эссе, и подаем документы в университет, получаем приглашение. Обычно это занимает около месяца периода. Поэтому как только получаем приглашение, вы за это время должны будете сдать тест, КАЗ-тест. Это тест по определению уровня по казахскому языку. Там нужно будет сдать уровень минимум B1. То есть у вас должен быть хотя бы 3-й уровень при интермедиат. Вы должны уметь думать на казахском языке. Это очень важный этап Болашака. То есть они требуют, чтобы человек
подающий на стипендию Болашак, должен знать казахский язык. И как только вы сдаете КАС-тест и получаете приглашение с университета, мы подаем ваши документы через портал ИГОВ и подаем заявку в Болашак. Это тоже такой бюрократический момент, много таких моментов, которые нужно знать при подаче документов. И потом пятый этап – это подготовка уже, точнее, непосредственно экзамены Болашака. Болашак требует сдать вам 4 основных экзамена. Первый экзамен – это по математике, второй – это вербальный тест, вашу логику проверяют. Третий тест – это психологические вопросы, 104 вопроса будут приходить. Потом они определяют вашу психологический портрет, ваш показывают. Потом четвертый экзамен – это очень важный этап, это встреча с независимыми экспертными комиссиями. То есть там минимум 5 человек будут сидеть и будут задавать вопросы про вашу кандидатуру. Вы должны будете себя защитить так, чтобы они поверили в вашу кандидатуру и сказали «да». И после того, как этот этап пройдет, обычно это занимает дальше там около месяца периода, когда государственная комиссия принимает решение, кому дать стипендию. Потом уже на сайте Болашака выставляется список стипендиатов, которые выиграли стипендию. А как только ваше имя там будет высвечиваться, а оно, дай бог, будет высвечиваться, и вы будете в списке стипендиатов, вам нужно будет уже подписывать договор с Болашаком, келісімшарт. Этот договор, при подписании этого договора тоже много моментов по документационным моментам. Мы в этом моменте тоже будем вас сопровождать, объяснять, что к чему. Сдаете документы, после сдачи документов подписываете договор с Болашаком, и после этого мы помогаем вам уже с получением визы. Потом после этого уже покупаете билеты и со спокойной душой прилетаете либо в Америку, либо в Европу, зависит от того, куда вы полетите. Вопросы есть по этим моментам, этапам? Аблайхан спрашивает, это у вас курсы, получается, по подготовке? У нас и курсы, это целая консалтинговая услуга, Аблайхан. Мы помогаем и с подготовкой к английскому, и с получением документов с университета, потом подачей документов, потом сдачей экзаменов Болашака. После сдачи экзаменов помогаем с подписанием документов и получением визы. То есть там около 10 с лишним сервисов, которые мы предоставляем для наших кандидатов, которые хотят получить стипендию Болашака. Это полное сопровождение. Поэтому для любого человека, который подает документы в Болашак, это очень важный момент. Человек ни о чем не беспокоится, ему подсказывают, что к чему вовремя и делают эту работу. Эта услуга на самом деле стоит, спрашивает Назира Нурпейсова, $2350, это наша цена, стандартная цена. Но на данный момент мы 16-17 числа 50% скидку делали, эти скидки уже выкупились, 30 человек должны были получить. Но мы для Казгаса, для участников Казгаса, для учащихся Казгаса делаем скидку в $400, и у вас, в принципе, будет в пределах $1950. То есть на все про все оплачиваете эту сумму, и мы вам делаем работу. На данный момент мы работаем с Джусан банком. Если у вас не получается оплатить всю сумму сразу, вы можете получить в рассрочку эту сумму и в течение года оплачивать. Но очень важный момент, там, скажем, да, наша услуга стоит в пределах $2000. Вы получаете стипендию, и первая стипендия как раз-таки уже в пределах $2000, вы уже сразу свою инвестицию окупаете в первом месяце после получения стипендии. Поэтому считайте, что это будет инвестиция для вашего будущего. Если вы давно уже намереваетесь учиться за рубежом, либо мечтаете об этом моменте, то можете смело обращаться в нашу компанию. Мы полностью можем вам помочь в этом деле. На данный момент в Казахстане на рынке практически никого нету, кто на казахском языке, на русском языке, кому необходимо, делает сопроводительные услуги по сдаче документов Болашак. Там очень много непонятных моментов, которые вы не найдете на сайте Болашака, не найдете в общих порталах, где объясняется это все. Много чего люди делают интуитивно, но в то же время теряют огромное количество времени и усилий, естественно. А мы на данном этапе, как команда, работаем и помогаем
по всем этим вопросам, сопровождая наших кандидатов. Соответственно, в прошлом году результат налицо: из 70 с лишним человек выиграли 60 человек. Остальные люди, это не то, что они не прошли. Некоторые люди были, которые получили пригласительные с университетов чуть позже, чем Болашак принимал документы. То есть некоторым людям приглашения пришли в ноябре, тогда как Болашак закрыл подачу документов, сроки подачи документов в октябре месяце. Поэтому были такие кандидаты, но эти кандидаты в этом году сдают. То есть через год они решили обратно прийти. Мы тоже сопровождаем этих людей, помогаем дальше, чтобы они выиграли стипендию. Вот первый поток. У Болашака есть 3 основных потока, по которым они получают документы. Первый поток уже прошел, около 50 человек уже сдали документы, получили приглашение в течение года. Они все прошли тесты, этапы теста, сейчас ожидают результаты заседания Государственной комиссии, по результатам которого выявляется список выигравших стипендию. Дай бог, уже к концу июня, в начале июля мы получим этот список, который будет выставлен на их сайте. И дальше будем помогать нашим кандидатам. Скорее всего, много кто оттуда выиграет стипендию. Мы надеемся на это. Так что вопросы по консультациям, по сопровождению, я думаю, все ясно. У кого-то, если есть вопросы, пишите, моя коллега отвечает на все ваши вопросы. Она написала номера Ильяса, Алимжана, это наши ребята, которые отвечают по вопросам консалтинговых моментов, поэтому обращайтесь, помогут. Спасибо большое, Диас. Еще раз, ребятам, я думаю, очень интересно. Вообще, в целом, это классно, то, что есть такая компания, которая помогает, да, нашим соотечественникам поступить в вузы Америки и сопровождает по всем вот этим этапам. Я, честно, тоже сам не слышал, что есть у нас в Казахстане компания, которая занимается, когда, получается, тоже прочитал, все-таки это очень классно. А когда еще и есть возможность оплачивать услуги в рассрочку, да, через Жусанбанк, как я понял. Вообще, в целом, инвестиции в образование – это самые лучшие инвестиции, которые человек должен делать в своей жизни. Тут вопрос по предыдущему слайду был. Здесь Амирхан задал вопрос. Duolingo принимает только вузы США. Ребята, еще раз хотелось бы напомнить тему встречи, то, что у нас именно встреча идет по теме поступления в вузы Америки по программе Болашак. Соответственно, то есть здесь мы рассматриваем конкретно вузы Америки и, соответственно, какие требования для того, чтобы поступить по программе Болашак именно в американские вузы. Вот. Хотелось бы напомнить это. А на дальнейшие вопросы, вот здесь в чате я вижу, что отвечают, но на собирательные такие вопросы, самые такие каверзные вопросы, еще раз мы в конце, получается, встречи будем отвечать. Ну, смотрите, тут задает вопрос... Дидар задает вопрос. Дидар, когда вы задаете вопрос, пожалуйста, дождитесь ответа, потом только можете уходить, да, чтобы ваше время не тратить. Я на ваш вопрос отвечал минимум 2 минуты. Пожалуйста, будьте добры. Если ваш университет не является в списке Болашака, то вы, даже если подадите документы в Болашак, вам нужно будет дождаться ответа комиссии, которая от лица Министерства образования. Они будут рассматривать вашу кандидатуру, ваш университет, а потом уже принимать решение. В зависимости от их решения вы дальше будете видеть результаты. То есть вам одобрили вашу кандидатуру, либо не одобрили. Но я настоятельно рекомендую, чтобы получить приглашение с университета, который непосредственно является в списке Болашака. То есть чтобы не было никаких вопросов на вашу кандидатуру. Обычно это просто занимает огромное количество времени, получение приглашения, подачи документов, вы оплачиваете определенную сумму, но этот университет не является в списке, то есть потом, если его не одобрят, просто жалко потраченного времени. Кеттік. Visa Travel Consulting компаниясының негізгі қызметі бұл болашақ бағдарламасына түсуге көмектесу. Екінші қызметі бұл визалық қызметтер. Біз 72 мемлекетке виза жасаймыз, достар. 72 мемлекетке визаға тапсырам десеңіздер, біздің компанияға келсеңіздер болады. Мынау
біздің Instagram парақшамыз Visa Travel Consulting Center, осы жерге хабарласасыздар. Мына жерде Гүлбану ханым чатта біздің компанияның адресін енгізіп қойды. Алматы қаласында Бөгенбай Батыр 142, Угол улицы Чайковского. Сол жерде біздің офисіміз бар. Visa Travel Consulting десеңіздер, сол жерден келіп жолығып біздің мамандарға көрісіп қайтам десеңіздер, есік ашық. Астана қаласында біздің орталығымыз бар, Lingua Club орталығы, бұл Мәңгілік ел 38 деген адресте орналасқан. Келіп жолығып сөйлессеңіздер болады. Ильяс мырза, Әлімжан мырза, Гүлбану ханымның да номерін қазір мен көрсетемін экранда. Сол жерге хабарласып, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Біздің әріптестер сіздерге жәрдем ететін болады. Визалық жұмыстар, мысалы, бір жаққа саяхатқа барам, сапарға барам. Әсіресе, мысалы, Асқар мырза, сіз сияқты басшылар, сіздердің мекемелеріңіздің мамандары сыртқа шығатын жағдай болатын болса, Европаға, басқа жаққа сапарға шығатын болса, біздің компаниямен келісімшарт жасасып, сіздерге арнайы жеңілдікпенен групповая заявка, жаңағы визаларға, билеттеріңізді алып беру керек болса, бізде ондай да қызметіміз бар. Сол қызметтің барлығын компаниялардың арасында B2B қызмет ретінде көрсеңіздер болады. Біз көмектесе аламыз осы тұрғыда. Үшінші біздің жасайтын қызметіміз бұл тағылымдама немесе стажировкаға жіберу адамдарды. Бұл жерде тоже болашақ бағдарламасымен баруға болады. Төртінші біздің қызметіміз бұл Америкаға бизнес турлар жасаймыз. Осы мамыр айының басында, сәуір айының соңында мен Қазақстаннан келген үлкен бизнесмендерменен Силиконовая долинаға барып келдім, Кремниевая долинаға, Сан-Франциско жақта біз үлкен сапар болды. Оның арасында Хьюстонға, Остинға апарып, кәсіпкер кісілер болатын болса, мысалы бизнесмендер болатын болса, Америкаға келем, мен көргім келеді, осы жақтан бизнес ашқым келеді, құжаттар бойынша білгім келеді деуші адамдар болатын болса, мархабат, біз көмектесуге дайынбыз. Мына жақта біздің әріптестеріміз бар, визалық жағынан көмектесе алатын, басқа жағынан, документ жағынан, юрист жағынан көмектесе алатын. Сол үшін ондай да қызметтерді ұсынамыз. Бұл біз тек қана болашақпен ғана шектеліп қалмайтындығымыздың белгісі ретінде біліңіздер. Если вкратце рассказать, это Visa Travel Consulting Center, это Instagram, название нашей компании, вы можете подписываться туда, смотреть новости и тому подобное. Если вопросы будут, обращайтесь. Есть у нас офисы в Астане, в Алмате. В Астане у нас это Мәңгілік ел 38, в Алмате это Бөгенбай Батыра 142, угол улицы Чайковского. Звоните, обращайтесь, наши коллеги вам помогут по всем вопросам. Здесь у нас 4 основных направления, по которым мы сейчас помогаем нашим клиентам. Это подача документов Болашак. Второй момент – это визовые документы. Мы делаем визы в 72 разных стран мира. Третий момент – это мы помогаем со стажировкой. То есть помогаем получить приглашение со стажировки и получить стипендию Болашака на прохождение стажировки. Четвертый этап – это бизнес-туры в США. Если есть определенные бизнесмены, которые хотят посмотреть американский рынок, у нас есть коллеги, которые могут предоставить юристов для сопровождения бизнеса в Америке. Помимо этого, мы можем сами сопровождать в путешествий по Америке, то есть показывать, где что есть, какие компании, с кем надо, если связаться, то можем найти контакты людей, которые могут помочь. Ну, скажем, последний раз в конце апреля я сопровождал бизнесменов в Сан-Франциско, в Кремниевую долину, показывал, что к чему, там знакомились со многими ребятами, которые там непосредственно работают. Поэтому в этом плане тоже мы делаем определенную работу. Если что, просто для информации я вам даю знать. Окей. Тағылымдама, стажировка. Давайте про стажировку я вам расскажу. Тағылымдама немесе стажировка бұл педагогтарға, мемлекеттік қызметкерлерге, мәдениет саласындағы қызметкерлерге, бұның ішінде журналистер де бар, инженерлерге және медицина саласының қызметкерлеріне берілетін стипендия деп біліңіздер. Стажировка дается для педагогов, для государственных служащих, для людей, которые работают в сфере культуры, для инженеров и для медиков дается возможность пройти стажировку. Стажировка длится от 2 месяцев до 1 года для людей, желающих поехать в зарубежную страну и пройти стажировку. Там непосредственно стажировка может проходить в определенных компаниях, если это достаточно крупная компания.
Второй момент – это на стажировку можно отправлять в университеты, вы можете там работать с профессорами, делать работу по научной работе, если захотите, там, если хотите стать специалистом, как бы улучшить ваши возможности постажироваться в определенном секторе, вы тоже можете помочь, получить эту стипендию и поехать за рубеж. Помогаем с поступлением, помогаем с тем, чтобы получить стипендию на это. Здесь во время стажировки вам дается возможность поехать туда, оплачиваются ваши расходы на дорогу, стипендия ежемесячно выдается, как обычно. Это медицинская страховка, ваша визовая поддержка. Мы помогаем по визовой поддержке, а Болашак закрывает ваши расходы по визе. Вот такая возможность для людей, которые именно кому это дается, кто может поехать. Біріншіден, бұл 12 ай тоқтаусыз жұмыс істеп жатқан адамдар, то есть люди, которые последние 12 месяцев без остановки работают в этой сфере, в одном из этих сфер, которые я вам озвучил. Второй момент, этот человек должен иметь минимум 3 года опыта работы. Это должно быть подтверждаться либо трудовым договором, да, либо по трудовой книжке. И те, кто являются специалистами по всем 5 направлениям, которые я тут огласил. Понятно, да, в этом плане? То есть кто может подать документы на стажировку? Но одна особенность стажировки в том, что если университет либо организация, которая приглашает вас на стажировку, не требует определенных знаний английского языка, либо не требует уровень, результаты по определенным тестам, то сдача тестов как бы тут не является необходимостью. То есть вам нет необходимости сдавать тест. Если вы знаете английский на уровне pre-intermediate, intermediate level, то есть можете себя сами объяснить, что, то есть, как сказать, хотя бы на минимальном уровне можете говорить на английском языке, этого достаточно для получения стипендии по этой программе. Опять тут тоже нужно знать моменты при подаче документов, при сдаче внутренних экзаменов Болашака. Но это очень хорошая возможность для людей, которые хотят в карьерном плане вырасти дальше, посмотреть возможности зарубежных организаций. Поэтому you are always welcome. Please get in touch with us. We'll help you. И для того, чтобы связаться с нашей командой, вы можете обращаться по номеру Ильяс Мырза, Алимжа Мырза, Гульбану Ханым. Это наш инстаграм-аккаунт Visa Travel Consulting Center. Это мой инстаграм-аккаунт Диан Шорабек. Это моя коллега Кунделик USA. Этот аккаунт управляется госпожой Назым Канкужаева. Она тоже является блогером в инстаграме. Обращайтесь, поможем, объясним, что к чему. Ну, в основном наша команда отвечает на все вопросы касательно Болашака, касательно визы и тому подобное. Поэтому you are always welcome. Әрқашан сіздерді біз күтеміз. Хабарласыңыздар, келіңіздер, көмектесейік, сұрақтарыңызға жауап берейік. Біз компания ретінде, команда ретінде әрқашан осылай жәрдем етуге дайынбыз. Сұрақтарыңыз бар ма маған? Ильяс мырза, мен өзім бір жеке сұрағым бар еді сізге. Негізі болашақ бағдарламасына түсушілерге жаңағы талап бар ғой, талаптар. Магистратура, мәселен, магистратураға түсу үшін. Алдыңғы білім, яғни бакалавриаттағы білім алған бағыты магистратураға білім беру бағытын таңдауда қандай да бір неде бар ма? Ограничение деп айтады ғой былай айтқанда. Шектеулер. Шектеулер, иә, былай. Сіздің бакалаврыңызда бітірген мамандық пен магистратураға түскен мамандық бір-біріне ұқсамайтын мамандық болса, онда тұрған ештеңке жоқ. Сіздің жұмыс тәжірибеңіз бенен түсіп жатқан мамандығыңыздың арасында байланыс болса, ол жақсы. Яғни сіз сол саланың маманысыз, ары қарай магистратурада оқығым келеді десеңіз, онда болашақ оған ештеңе демейді. Менде біраз кандидаттар болған, бітірген мамандығы мен түскен мамандығын арасында жер мен көктей айырмашылығы бар адамдар, бірақ ол бір кедергі болмайды. Сізде ең басты мәселе болашақтың комиссиясының алдында осы нәрсені түсіндіре алатын аргументіңіз болу керек. Не үшін сіз сол мамандыққа түсіп жатсыз? Не үшін мамандықтарыңыздың арасында айырмашылық бар? Олар сұрайды ол сұрақты. Сол кезде тиянақты жауап бересіз, оған біз дайындаймыз, қалай жауап беру керек екен. Әр адаммен бөлек-бөлек кейс стади болады. Түсіндіреміз мәселенің барлығын. Оның өзінің жолдары бар, өтетін, түсіндіретін.
Осы орайда келесі сұрақ туындап тұр менде. Америкаға осы түсіп жатқан біздің қазақстандықтар арасында қандай білім беру бағыттары бойынша танымал жаңағы айтты, мәселе маркетинг бағыты бойынша, мәселен не қаржы немесе есеп аудит бағыты бойынша қай бағыттар ең танымал? Көбінесе мұғалімдік бағытқа түседі. Біздің тапсырушы адамдарымыз мектепте мұғалім болып жүргендер, университетте басшылық қызмет, мұғалімдік қызмет атқарып жүрген мамандар келеді. Педагогтарға біз көп көмектесеміз. Сіздердің университеттерде жұмыс істеп жатқан азаматтар, азаматшалар болса, ол кісілер келсе, біз көмектесуге дайынбыз, түсіндіруге дайынбыз. Бұл бірінші мамандық. Екінші мамандық бұл глобал маркетинг, маркетингке оқуға түсіп жатқан адамдар. Үшінші жиі келетін мамандықтар бұл project management, проектный менеджерлер, PM деп айтады бұларды. Сосын барып мемлекеттік қызметкерлерде тапсырады, осыларды оқыта аласыздар. Жалпы осындай әртүрлі инженерлер де бар, IT-ға келетіндер бар, оқуға түскендердің арасында. Ол кандидаттар әр кезде әрқандай болып келеді, біз оны бүйтіп статистикасын жасамадық. Мен тағы бір айтатын нәрсем, мына жерде отырған кісілердің арасында отбасылы азаматтар бар, бала шағасы бар азаматтар бар. Бір маңызды күшті нәрселердің біреуі, осы жақта Америкада мектептер 100% тегін. Яғни мектепке баламды оқытам десеңіз, өте күшті мектептері білім жағынан. Менің 5 жасар ұлым бар, осы жақта нулевой класс, біздікмен айтқанда, бұларда киндергартен деп айтады, келесі жылы 1-ші сыныпқа барады. Осы жаққа мүлдем ағылшынша білмей келді, мектебіне барды, өздерінің олардың методикалары бар. Ағылшынша балам сөйлеп жүр, міне бірнеше ай болды барып жүргеніне. Біз сол баламыздың ағылшынша үйренуіне жағдай жасайық деп негізі оқуға түсуіміздің себептерінің біреуі сол болған. Сөйтіп баламыз қазір ағылшынша үйреніп жүр. Мысалы, сіздердің де балаларыңыз болатын болса, мектепте тегін оқыта аласыздар. Балабақша бұл жақта ақылы, бірақ тегін балабақшаларда табуға болады, арнайы бағдарламалар бар, соларға тапсырып, мемлекет қаржыландыратын мүмкіншіліктерді қолдансаңыз болады. Сол себепті оны да ескеріңіздер. Сөйтіп келсеңіздер де бала шағаларыңызға жағдайларыңызды жасап алатын мүмкіншіліктерді қолданғаныңызда пайда бар деп ойлаймын. Жақсы. Тағы бір сұрағым бар еді сізге. Негізі мен Erasmus Plus бағдарламасымен Европада, Польшада білім алған болатын бір семестр. Осы бағдарламада оқыған жаңағы енді оқығаным артықшылық ретінде қарастырыла ма, әлде жаңағы болашақ бағдарламасының стипендиаттар арасында, жаңағы үміткерлер арасында ол кемшілік ретінде бола ма? Сол жағын ашып өтсеңіз. Оның ешқандай бір артықшылық, кемшілік болатындай ештеңкесі жоқ. Сіз оны артықшылық жағына қолдансаңыз болады. Қалай? Мысалы, Польшаға барған кездегі үйренген нәрселеріңізді не үшін шетел университетін таңдап жатсыз? Еуропаның университеттерін көрдіңіз, енді американдық университеттерді көргің келеді. Ол жақтың білім айырмашылығы, енді сіз Қазақстанда да білім саласында жұмыс істеп жатқаннан кейін ары қарай да жаңа бір тәжірибелерді үйреніп, студент ретінде барлық нәрсені көріп, іштен сонымен Қазақстанға оралғыңыз келетіндігін, осы жақта келіп үлкен қызметтерді атқарғыңыз келетіндігін айтатын болсаңыз, Польшада оқығандығыңыздың қайта пайдасы тиеді деп ойлаймын. Ол бір ешқандай зиян болады деп ойламаймын, оған ешқандай алаңдамай тапсырғаныңыз жөн. Ағылшыныңыз бар деген сөз, егер Польшаға тапсырған болсаңыз. Бізде Польшада сондай Erasmuспен оқып келген жігіттерден бір жігіт бар, ол Аризона университетіне түсті. Сол жаққа осы визасын жақында алып бердік, келе жатыр, осы шілденің аяғы келеді бұйырса. То есть бұл Erasmuспен түскендік тек қана жақсы жағынан әсер етеді деп түсініңіз, бір зияны жоқ. Керемет, рахмет. Бұнда сұрақ қойып жатыр. Тағы Елдана деген соңғы. Сәлеметсіз бе? Бірінші курс студенттері үшін баруға мүмкіндік бар ма? Екінші курстан бастап сол жақта оқитындай жағдай. Тағы бір түсіндіріп өтсеңіз, себебі жаңағы кездесудің ортасында немесе соңында қосылған өкінішке орай қатысушыларымыз бар, олар бас жағын жіберіп алды, қазір түсінбей жатыр. Тағы бір қайталап өтсеңіз, рұқсат етсеңіз. Елдана ханым, оны тұрған ештеңке жоқ. Бірінші курс оқушыларына менің кеңесім, сіздер болашақпен тапсырамайсыздар. Бірінші курста оқып жатқан адамдар exchange программ деген болады. Оқып жатқан университетіңіздің шетелдік университеттерменен қандай да бір байланысы болса, сол арқылы обменмен бара аласыз, exchange программ, яғни бір семестрға, бір жылға дейін бара беруге болады.
Сіз Erasmus деген бағдарламаның сайтына кіріп қараңыз, сол жердегі мүмкіншіліктер бойынша Европаға баруға болады. Одан кейін Американың өзінің ішкі бағдарламалары бар, Американың елшілігінің сайтында ондай бағдарламалар бар. Қарау керек, сіздің ағылшын тілі деңгейіңізге көп нәрсе байланысты. Егер деңгейіңіз жақсы болатын болса, тапсырып оқуға баруды қараңыз. Бірақ болашақ бакалаврды бітіргеннен кейін ғана тапсыруға мүмкіншілік береді. Оны ескеріңіздер. Сосын біздің стажировкаға шақырту бойынша айтайын деген нәрсем жақсы нәрсе. Біз қазір Шотландиялық университетпен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл университеттің беретін жақсы нәрсесі тағылымдамаға, мысалы сіздерде Казгасада жұмыс істейтін мұғалімдер болатын болса, ағылшыным қатты күшті емес деген адамдарға айтатын нәрсе мынандай. Бұл университет стажировка сізге 1 жылға дейін береді ғой периодты. Сол уақыт аралығында сізге тегін ағылшын тілі курстарын береді. 5 ай бойы тегін ағылшын тілі курстарын прям носительдерден алып оқисыздар. Сол үшін ондай мүмкіншіліктер жібермеген дұрыс. Әрі тағылымдамадан, стажировкадан өтесіз, әрі тегін ағылшын тілі курстарынан өтесіз. Бұл Шотландия мемлекетінде де балалардың мектепте оқуы 100% тегін. Балабақшаға да жібере аласыз балаларыңызды. Сосын күшті жері сол, мысалы отбасымен баратын жағдай болатын болса, делік мысалы Асқар мырзаның жолдасы бар дейді. Бар ғой отбасыңыз, еліңіз бар ма? Мысалы жолдасыңызбен баратын жағдайыңыз болса, басыңыз бос па? Мысалы делік жолдасыңыз бар дейік. Екеуіңіз бірге барсаңыздар, сіздерге жұмыс визасын береді. Яғни жұмысқа рұқсат беріледі. Жолдасыңыз Шотландияда жүріп қосымша жұмыс істей алады. Сіз де қосымша жұмыс жасай аласыз. Кампуста, бірақ жолдасыңыз кампустан тыс жерде де жұмыс істеу мүмкіншілігіне ие болады. Бұл Шотландияның беретін осындай артықшылығы. Плюс тілдік курс береді сізге. Яғни ағылшыныңызды дамытып, әжептәуір білім алып шығасыз. 5 ай тегін береді деген сөз, ол кәдімгідей көп ақша үнемдеуге көмектеседі. Яғни 1 жыл тағылымдаманың соңында сен тек қана барып стажировка ғана өтіп қайтып келмейсің, сен ол жерде тіл біліміңді дамытып, кәдімгі с новым приобретением возвращаешься в Казахстан. Вот это важный момент. Сол үшін қолданыңыздар осындай мүмкіншіліктерді. Біз шақыртуыңызды алып беріп, ары қарайғы жұмысыңыздың бәрін жасап, стипендия жеңгенге дейін жұмыстарыңызды істеп береміз. Бірақ ескеретін маңызды нәрсе, стипендияны жеңуге ешкімге гарантия бере алмаймыз. Яғни жеңу үшін бар мүмкіншілікті жасап береміз, ал бірақ өтіп өтпеу мәселесі ол сіздің нәсібіңіз деп түсініңіз. Оған біз жауап бере алмаймыз. Окей? Басынан бастап түсіндіріп айту керек бұл нәрсе. Рахмет. Бұл жерде мынандай принцип қой, сіздер жаңағы жоғары оқу орнына түскен кезде де ОБТ тапсырасыздар, ЕНТ тапсырасыздар. Сол кезде сіздер жаңағы келіп документ тапсырған кезде, жоғары оқу орнына келген кезде сіздерге ешкім 100% мемлекеттік грантқа түсесіз деп айта алмайды. Яғни немесе ОБТ-ға дайындық кезінде сіздер курстар өтесіздер, сол курстарға қатысқан кезде сіздерде жаңағы орталық мамандары сіздерге 100% грантқа түсесіздер деп айта алмайды. Себебі конкурс қалай болатыны ол белгісіз. Сондықтан бірақ компания жаңа Visa Travel Consulting Center сіздердің сол конкурста барынша барлық жаңа этаптар бар ғой, өздерінің кезеңдер, сол кезеңдерден сүрінбей өтуге көмек береді. Яғни сіздерге ешқандай гарантия бермейді. Енді Елдана, жаңағы сұрағыңызға мен қосымша жауап беріп өтейін осы, да, пользуясь случаем деп айтпақшы. Негізі сіз біздің студент деп ойлаймын, да, енді осы сұрақты қойып тұрғаннан кейін біздің студент болғандықтан алдыңғы жылы бізде жаңағы архитектура факультетінен 6 студентімізді Erasmus плюс бағдарламасымен Италиядағы Ля Сапиенза университетіне жіберген болатынбыз. Сондықтан халықаралық бөлімге барып келесі жылға, келесі оқу жылдарына арналған жаңағы халықаралық бағдарламалармен, академиялық ұтқырлық бағдарламалармен танысуға сізге ұсыныс. Сондықтан жаз уақытында егер уақытыңыз болса, келіп халықаралық бөлімге барып, қазірден бастап біле берсеңіз болады. Немесе біз жаңағы өзіміздің Инстаграмдағы әлеуметтік желідегі парақшаларымызға шығарып отырамыз, өздеріңіз қарап отырсаңыздар, жаңағы вакантный деп қойды. Білім және ғылым министрлігінен бөлінген академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша гранттарға қандай конкурстар жарияланып отырады жыл сайын, сол бағдарламалар бойынша ақпараттарды біз әлеуметтік желіге салып отыратын боламыз міндетті түрде. Немесе жаңа халықаралық бөлімге барып білсеңіздер болады. Мұнда енді тағы бір сұрақ, Казгаса мұғалімдеріне жеңілдік қанша уақытқа дейін сақталады деп сұрап жатыр.
Жеңілдікті біз осы маусым айының соңына дейін жасаймыз. Сол уақыт аралығында келіп тіркеліп үлгерсеңіздер дұрыс болады. $400 жеңілдік жасалынып жатыр деп түсініңіздер. Это шамамен 180 мыңдай, 200 мыңдай ақша. Жақсы үнем болады. Қолданыңыздар мүмкіншілікті, біз сіздерменен жұмыс істеуге дайынбыз. Сіз дайын болсаңыз болған. Өйткені осы жылғы болашаққа үлгеріп қалудың бірден бір жолы ертерек қамдану. Бұл жерде уақыт мәселесі көп мәселені шешеді. Егер де ағылшын тілі тестіңізді ертерек тапсырып үлгеретін болсаңыз, онда біз сізге не бере аламыз? Осы жылға құжатыңызды тапсырып үлгере аламыз. Егер де тапсырып үлгермейтін болсаңыз, онда келесі жылы мамыр айында тапсыратын кезде соған қолдана аласыздар. Қолданыңыздар мүмкіншіліктерді. Біз әлі де есігімізді жаппаймыз. Сіздермен бірге жұмыс істегіміз келеді. Келіңіздер, сөйлесіңіздер. Аукенова Аяжан, біз чатқа жаздық жаңа кімнің номерларын. Гүлбану ханымның, Ильяс мырзаның, Әлімжан мырзаның, соларға хабарласыңыз. Чатта ашып қарасаңыз, барлығы тұр, кімге хабарласуға болады. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма сіздердің құрметті қатысушылар? Эфир көңілдеріңізден шықты ма? Керек ақпарат ала алдыңыздар ма? Менің ойымша барлық сұрақтарға, барлық жаңағы туындаған сұрақтарға сіз енді өзіңіз максималды түрде ашып айтты деп ойлаймын. Енді тағы сұрақтар болса, жаңа айтып өттіңіз ғой өзіңіздің Инстаграмда жаңағы әлеуметтік желіде парақшаларыңыз бар, сол жерге сұрақтар қойсаңыздар болады. Онымен қатар жаңағы чатқа байланыс контактілерін қалдырып кетті. Соларды скрин жасап алыңыздар, қазір жазып алыңыздар. Тағы да мүмкін бүгін кешке дейін немесе ертең басқа күндері ойда жүрген сұрақтарыңыз болса, бірден сол байланыс номерлерімен хабарласып, сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Диас мырза, үлкен рахмет сізге. Таң екен, таң атпастан тұрып бізге осылай ақпарат беріп, уақытыңызды бөліп, осы сенбі күні енді кім ұйқысын тұрып қиып тұрғысы келеді. Бірақ сіз осы ұйқыңызды қиып бізге бір сағаттан астам уақыт бойы бәрін жаңағы нақты ашып айтып жатқаныңызға үлкен рахмет. Барлық студенттер атынан, оқытушылар атынан, жұмысшылар атынан, қатысушылар атынан үлкен рахмет білдіреміз сізге. Құрметті қатысушылар, бұл эфирді біз тағы да қайталап өтейін, қазір жазылуда. Біз эфирді қазір сақтап, YouTube каналымызға шығаратын боламыз. Егер де жаңағы белгілі бір кезеңдерді жіберіп алсаңыздар, эфирді басынан қойып тыңдап алсаңыздар болады. Барлық сұрақтарға менің ойымша ашық жауап беріледі деп ойлаймын. Сондықтан үлкен рахмет. Уважаемые участники, еще раз спасибо всем. Диас, вам спасибо еще раз, что вот субботнее утро, да, проснулись, нас прям зарядили мотивацией. Все прям, я думаю, многие захотели, заинтересовались поступлением в вузы Америки, вообще в целом. Для меня тоже это было очень интересно, потому что последние несколько лет я тоже думал про стажировку, про магистратуру за рубежом. Именно Америка меня тоже интересовала, потому что именно направление, которое я сейчас потихоньку изучаю, в Америке очень развито. Вот. Уважаемые участники, еще раз хотелось бы повторить, что эфир у нас записывается, мы сохраним, обязательно разместим у нас на канале YouTube. Участники, которые зашли в середине либо в конце нашей онлайн-встречи, можете от начала посмотреть, то есть на все вопросы. Диас и его команда максимально смогли, точнее, максимально раскрыли ответы. За это вам огромное спасибо. Енді рұқсат болса, кездесуімізді тамамдасақ. Сіздерге үлкен рахмет, Асқар мырза. Сіз де өте күшті жұмыс жасадыңыз, барлығын ұйымдастырып. Біз Жанар ханымға да, Жанар апайымызға да үлкен рахмет айтамыз. Сол кісінің негізгі идеясымен ары қарай жалғасып жатыр. Айғазы мырзаға алғысымызды айтамыз. Айғазы мырза алдында барлық мекемелердің басшыларымен байланыстырып берді. Біз, кстати, Айғазы мырзамен сол Сан-Францискода жолықтық, сіздердің университетіңіздің құрылтайшысы. Сол жақтан бұл идея туындады. Мен айтам, сіздің университеттің түлектеріне, оқушыларына, жұмыс істеп жатқан мамандарына көмектесе алатын жағдайымыз бар. Мықтыларыңызды жіберіңіздер, біз көмектесейік деп солай келіскен болатынбыз. Сол, жақсылықта жүздесейік.
біз Бостон қаласындамыз. Келіп жататын жағдайларыңыз болса, жұмыс бабымен болсын, басқа жағдайменен есігіміз әрқашан ашық. Мекемелеріңізге визалық қызмет көрсету керек болатын болса, айтыңыздар. Оған да әрқашан дайынбыз. Командамыз сақадай сай тұр. Мықты мамандар бар, жұмыс жасап жатқан. Сол себепті оқуға түсем десеңіздер де, ағылшын дайындалам десеңіздер де, ағылшын тілінен деңгейді көтерем десеңіздер де, Алматыда да, Астанада да офлайн оқитын, онлайн оқитын курстарымыз бар. Енді қазаққа не керек білім алу үшін барлық жағдайды біз қолымыздан келгенше жасап беруге тырысып жатырмыз. Тек соны ерінбей жасайтын адам болса болған. Келіңіздер, Американы көру керек. Мына жақтан мүмкіншіліктердің мемлекет толық стипендия беріп тұрғанда қолдану керек ол нәрсені. Басқа мемлекеттерде, басқа халықтарда, мына американдықтардың өздерінде бұндай стипендия атымен жоқ. Мемлекет шығынды жауып береді деген нәрсе, бұл вообще жоқ бұндай нәрсе әлемде. Өте сирек. Арабтарда бар, бізде бар, Малайзияда бар. Бұлар бірақ арабтардікі ең жақсы қаржыландырылса, Индонезияның, Малайзияның стипендиялары азғантай ғана. Болашақ ең оптимальный вариант, яғни шығыныңыздың бәрін жауып береді, кел, елді көр, арала, бала-шағаңа оқыт, білім бер, сосын еліңе қайтып, сол жақта қызметіңді жаса. Біз енді, мен білім саласында болғандықтан оқып жатқан нәрсе, мен қызметімді келесі бастап кеттім, Қазақстанға қайтқан уақытты күтіп жатқан жоқпын. Сол себепті жұмысымызды ары қарай жандандырамыз, жұмыс істеуге дайынбыз, сіздер дайын болсаңыздар, біздің есігіміз әрқашан ашық. Сол, көргеніме қуаныштымын. Аман болыңыздар, рахмет ұйымдастырғандарыңызға. Мен де көргеніме танысқаныма өте қуаныштымын. Рахмет, Жанар Сәрсенбаевна, сізге үлкен рахмет. Осы кездесудің бізде себепшісі сіз. Жанар Сәрсенбаевна, вам еще раз хотелось бы сказать спасибо. Благодаря вам сейчас студенты у нас, сотрудники, преподаватели получают действительно очень важную информацию. Сейчас мы подключим вам, получается, микрофон. Все, Жанар Сәрсенбаевна. Өкінішке орай, Асқар. Всем добрый вечер. Диас, Асқар, керемет өткізіңдер. Тыңдап, ішіне кіріп кете жалдадым. Үлкен рахмет. Дорогие наши студенты, выпускники, магистранты, большое вам спасибо, что откликнулись. В ближайшее время у нас ожидается конкурс для выпускников 2022 года, как раз по программе Булаша. Следите за новостями. Всем хорошего вечера. Көп рахмет. Сау болыңыздар, рахмет сіздерге де. Спасибо большое еще раз. Все, уважаемые участники, тогда мы завершаем нашу встречу. Диас, жақсы күндерде жолыққанша сізге жазып, сізді мазалайтын боламыз енді. Әрине, хабарласыңыздар, күтеміз. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.